Бұрында балмұздақ бай адамдардың тағамы ғана болған. Ал қазіргі таңда ол әрбір адам үшін қолжетімді. Көпшілік білмейтін ерекше фактілерді ұсынамыз. Ал кеттік. Ең қымбат балмұздақ алтын деп аталады. Ол ақш-та сатылады және оның бағасы $1000. Балмұздақты мыңдаған жылдар бұрын ежелгі Қытайда жасады. Европаға оны алғаш алып келген, сол елде саяхатта болған Марко Поло әкелді. Оның негізгі тұтынушылары балалар және 45 жастан асқан адамдар. Дәрігерлер тамақ ауруларының алдын алу мақсатында осы тағамды жеуге кеңес береді. Жыл сайын әлемде 15 миллиард литр тұтынылады. Құрамындағы ең маңызды компоненттердің бірі ауа. Басты өндіруші және тұтынушы Америка Құрама Штаттары. Орташа есеппен алғанда әрбір американдық жылына 20 килограмм жейді. Ғалымдар ол адамның көңіл-күйін көтере алатынын дәлелдеді. Сонымен қатар оны жейтін әйелдердің бала көтеру мүмкіндігі жоғары болады деген мәлімдеме жасады. Сондай-ақ оның картоп, сарымсақ, пияз, балық және тағы да басқа жасалынатын түрлері бар. Ең үлкен балмұздақ Канада елінде жасалынды. Оның салмағы 10 тоннаны құрады. Эскимо деп аталатын түрін алғаш болып Кристин Нельсон есімді кондитер жасап шығарды. Жазғы уақытта 1 минутта 20 балмұздақ сатылады. Әсіресе жексенбі күні сауда жақсы жүреді. 2007 жылы американдық азаматтар балмұздақтарға $12 миллиард ақша жұмсаған. Бұл тағамды француз императоры Наполеон Бонапарт және ақш президенті Томас Джефферсон қатты ұнатқан. Құрамында қант оның еруін баяулатады. Жер бетіндегі ең көп таралған түрі ванильді балмұздақ. Португалияда үй жануарларына арнап қантсыз балмұздақты өндіріледі. Мексикадағы ең танымал десерт қуырылған балмұздақтар. Ресейде балмұздақтан тұратын ақшақар жасалған. Оның биіктігі 2 метр, ал салмағы 300 килограмм болатын. Ең арзан тұратын түрі көмірден істелінген. Бізбен бірге болыңыздар, келесі кездескенше.